Егер сіз мына 5 техниканы дұрыс пайдалана білсеңіз, барлық кітапты оңай жаттап, кез келген ақпаратты жеңіл меңгере аласыз. Бірінші техника – қайталау. Бұл техника көп таралған және дәлелденген техника. Өзіңіз жаттағыңыз келетін ақпаратты көп қайталаңыз. Басында бір апта бойы күн сайын қайталаңыз. Сосын апта сайын, сосын ай сайын қайталап отырыңыз. Осындай интервалды қайталау арқылы ақпарат миыңызда ұзаққа сақталады. Екінші техника – түсіндіру. Ақпаратты мықты, ұзақ уақытқа есте сақтауға арналған техника. Оқыған ақпаратыңызды қасыңыздағы адамға түсіндіріп көріңіз. Сол кезде ақпаратты дұрыс меңгеріп, есте сақтау қабілетіңізді дамытасыз. Үшінші техникаға көшпестен бұрын сізге бір өтінішім бар. Егер сізге ақпарат пайдалы болып жатырса, видеоны сақтап, дәл қазір достарыңызбен бөлісіңізші. Бұл біздің арнаға көп адамға пайдамызды тигізуге көмектеседі. Үлкен рахмет. Үшінші техника – бөлу. Бөлу техникасы арқылы сіз күрделі техниканы оңтайландыра аласыз. Қиын және күрделі заттарды жеңілдету арқылы оны есіңізде сақтайсыз. Қиын сөздерді соларға ұқсас өзіңізге жақын сөздерге ауыстырып, немесе бірнеше ақпараттан әріптерінен ыңғайлы аббревиатура жасаңыз. Төртінші техника – жазу. Ақпаратты қағазға енгізу арқылы есте сақтайсыз. Оқыған нәрсеңізді қағазға жазып, жазбаша түрінде түсінген ақпаратыңызбен бөлісіңіз. Бұл практика есте сақтау қабілетіңізді және ойыңызды жеткізу қабілетіңізді дамытады. Бесінші техника – ассоциация. Яғни өз оқыған ақпаратыңызды өзіңізге жақын нәрселермен байланыстыру. Алған ақпаратты айналаңыздағы заттармен, адамдармен, киіммен, жиһазбен байланыстырып, ассоциация құраңыз. Сіз ол заттарға қарап, ақпаратты есіңізге түсіріп отырасыз. Жалпы статистикаға сенетін болсақ, кітаптарды оқитын адамның ойлау көкжиегі, оқымайтын адамның ойлау көкжиегінен бірнеше есе артық.